Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұршахар. Бүгін сіздерге осындай далаға киюге арналған ерекше қоншы ұзын кеди тоқып үйретемін. Кроссовка деп айтуға да болады. Ерекшеленіп жүретін жандарға арналған өте әдемі, керемет кроссовка. Осы кроссовканы сізде тоқып кигіңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып кеттіңіз. Олай болса, жұмысымызды бастаймыз. Достар, бізге керекті құралдар осындай. Арнайы табан, менде 38 размер, және де өздеріңіз қалаған екі түрлі жіп, және зажигалка, және де крючок номер 1. Номер 1. Енді достар, біз көріп тұрғандарыңыздай маркерлерді мен бірінші табанды санап отырып тоқығандықтан, екінші табанды да дәл сұнған ұқсас қылып дәл бірдей тоқуым керек, сондықтан осылай санап бөліп аламыз. Ең бірінші достар, табанның осындай ұлтарағы болады. Ұлтарағын әзірше алып қоя тұрып, дәл мына ұлтарақтың ортасында осындай көрінер, камераға көрінбейтін шығар, бірақ дәл осы жерде ұзын бір сызық тұр. Сол сызықтың бойымен бойлап, ортасында петляға маркер қадап, осылай дәл ортасын біліп, осылай санап, екі жағын бірдей қылып алдын шығарып аламыз. Менде дәл қазір алды. Достар, ескертетін жайт, арнайы табанның жібінен біз екі ілмек жасаймыз жіппен. Сондықтан да біреуіне 1-2 деп санаймыз. Дәл солай санап, менде 64, алды 64 петля болды, ал арты дәл солай санап 56 петля болды. Және ортасы 38 петля. Сіздерде дәл солай екі жағын ровны қылып санайсыздар. Екі жағы міндетті түрде осылай бірдей болу керек. Бірдей болып, алды да осылай бірдей болып тұру керек. Мүмкіндік болса, екі жағы бірдей болған дұрыс. Өйткені аяқ киім мінсіз әдемі шығу үшін бірдей болуы керек. Олай болса, жұмысымызды бастаймыз. Өздеріңіз мына жерде көріп тұрғандай, бізде узор өте көп. Мынау басқа узор, екеуі басқа узор, мынау мүлде басқа узор. Мынау басқа узор, мынау алды, мынау узор, мынау алдым басқа узор, мына тілі вообще басқа узор. Сондықтан да осы узорларды қарап тоқып үйреніп алыңыздар. Бұл менің қолымдағы жібек жіп. Ең алдымен, достар, мен общий осы аяқ киімді общий бір столбик, бір қатар полностью бір столбик тоқып шығамыз. Мінекей. Дәл осылай іліп алу арқылы
осылай әр жіпке екеуден тоқып осы жерге дейін тоқимыз. Мен соңына келдім. Енді маркерді алып осы маркердің тұрған жеріне бір тоқып, осылай ұшын шығарамыз да, басына маркерді қадап, осылай қадап қоямыз. Осылай тартып, домашний аяқ киім сияқты осылай керіп, басына алып келеміз да, осылай ілмекпен бекітеміз. Бір көтереміз. Енді осы жерде жаңағы асты-үсті узорын тоқимыз, узорды. Осы узорды тоқимыз. Ол үшін біз үстін тоқыдық жаңағына бір петляны. Енді асты дегеніміз мынадан емес, мынадан алу. Осыған саламыз да. Осылай шығарып, без накид тоқимыз. Просто астыңғы петлядан аламыз. Столбиктің астынан. Одан кейін келесі тұрған үстінен келесі столбик тұрған, соның астыңғысынан аламыз. Одан кейін келесінен, үстінен, келесі астынан, одан кейін үстінен, одан кейін астынан, одан кейін үстінен, одан кейін астынан, солай бір астынан, бір үстінен алып отырып тоқимыз. Сол кезде тоқымамыз тығыз әрі осылай әдемі өрнек болып шығады. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Мінекей достар, мен соңына келдім. Енді мына жерде біріншімен қосамыз. Осылай біріктіріп, енді достар бір қатар көтереміз. Осылай көтеріп, енді біз мына тұрған узорды тоқып үйренеміз. Ол үшін біз бір тоқыдық, енді осы тұрған осыны енді мына жерден бір столбик без накидпен тоқып шығамыз. Мына жерге дейін. Осы жерге дейін столбик без накид тоқимыз. Мына жерге дейін тоқимыз столбик без накид. Мен соңына келдім. Енді мына жерде үсті болып тұр. Ең соңғы үстін міне алдым. Осылай шығардым да, енді тұрған маркерді алып, жаймен осы маркерді алып, осы тұрған жіпке өткіземіз.
қиындау деймін менікі. Сіздер бостау болыңыздар. Міне осылай алып, мінекей. Енді осы жерге қайтадан маркер қадап қоямыз. Енді тағы да осылай айналдырып алып келіп, басынан мына жаңа қысқа, мынау енді ұзын үстінен тағы да қысқаны қоямыз. Бізде достар, осы жерде бір ұзын дүпсі сызық емес, осындай қиғаш өрнек түседі. Сондықтан да келген жерінен әрі қарай тоқимыз. Міне менде қысқа келіп тұр, қысқаны тоқыдым. Енді ұзын үстіне қысқа тоқыдым. Енді ұзын тоқимын. Ұзынды алдыңғы қысқаның үстінен тоқимын. Не, осылай. Одан кейін алдыңғы ұзынның үстіне қысқаны тоқимын. Одан кейін алдыңғы қысқаның үстінен ұзынды тоқимын. Одан кейін ұзынның үстінен қысқаны, одан кейін қысқаның үстіне ұзынды тоқимын. Сол кезде достар, қараңыздар. Міне. Бірінші қатар, екінші қатар деген сияқты слой-слой болды. Міне. Көрдіңіз ғой? Слой-слой, қатар-қатар болды. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Және де, достар, қараңыздар. Мына жерде менде 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 қатар. 4 қатар тоқылған. Сіздерде 1, 2, 3, 4. 4 қатар. Дәл осылай сізде, біз екінші қатар тоқып жатырмыз қой, енді дәл осылай тағы 2 қатар тоқып 4 қатар қыласыздар. Содан кейінгі узор сосын көрсетемін. Осыны 4 қатарға дейін көтереміз. Мінекей мен артына келдім. Енді осы жерден маркерді шығарып, осы жерден шығарамыз да қиып тастаймыз. Осылай қиып сажек алып мен басына осылайдан күйдіріп тастаймыз. А то сөгіліп кетеді. Енді артын тоқимыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай алды арты екеуі бір-біріне ұқсайды. Екеуі бір узор. Сондықтан енді артын тоқимыз. Осы жерден бастап артын. Bir қатар столбик без накид тоқимыз. Жаңылып кетпеу үшін санап отырыңыздар. Мінекей, дәл осылай соңына дейін столбик без накид тоқимыз. Мінекей, мен соңына келдім. Енді осы жерден маркер қадаймыз.
Endi ajibni ostlay aldiga kelib markerni endi keragi yo'q. Olib tashlab bo'ladi. O'sha yerdan boshlab mana birinchisini o'tkazamiz-da. Bir stolbik жасаймыз. Endi tartib ketdi. Qattiq tartib жүрмеңіздер, өйткені тар болып қалады аяқтарыңызға. Сондықтан осылай бостау қылыңыздар. Не? Осылай кішкене бостау қылыңыздар. Қатты бостау емес, қатты тартып та жүрмей, осылай тоқимыз. Енді міне мен бір столбик үстінен алдым. Енді келесі астынан аламын. Ой. Bir stolbik üstünden aldım. Şimdi keresin астынан alalım. Odan keyin üstünden. Odan keyin астынан. Odan keyin üstünden. Odan keyin астынан. Dәл осылай бір астынан бір үстінен алып тоқимыз. Дәл алдын тоқыған сияқты, алдын түсінген болсаңыздар, бұл жерде тоқу қиын емес. Дәл осылайынан тоқи береміз. Бұл жолда дәл алды сияқты артыда осылай кішкене шегіне береді. Міне артыда осылай домалақ тәрізді шегіне береді. Дәл осылайынан мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 қатар тоқып аламыз. Мінекей достар, мен соңына келдім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 қатар тоқыдым. Енді достар, қараңыздар. Осы жерден бір столбик көтереміз да. Осы бетке қарай столбик без накид тоқып шығамыз.
Мен тоқып болдым. Енді осы жерден шығарып қиып тастаймыз. Міндетті түрде басын күйдіреміз. Осындай болады. Дәл осылай алдына да бір столбик без накид тоқып шығамыз. Достар, мен шатасып кеткен сияқтым. Алдын мына жерден бастап тоқимыз. Кешірім сұраймын, алдын осы жерден бастап столбик без накид тоқып шығамыз. Дәл осылай мына жаққа дейін столбик без накид тоқимыз. Достар, енді біз алдын бетін тоқимыз. Ол үшін осылай дәл ортасына белгілеп аламыз. 56 менде төбесі. Ал төбедегі әр петляны санап алып дәл ортасына қадаймыз да. Содан былай 8, былай қарай 8 қылып 16 петля шығарамыз. Содан кейін ортасынан алып тастаймыз да. Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 петля. Енді осы 16-ны тоқимыз. Осы жерге. Енді достар, осы жерде ең мұқият болуымыз керек. Себебі біз мына 20, осы жерге біз әдетте өстіп 2 мынау тұрған өрімнің екеуінен алатын едік қой. Бұл жолы өйтіп екеуінен алмаймыз. Тек мынау ішкі жақ бетіндегі, көріп тұрсыз ғой, осы ішкі жақ бетіндегі петлядан аламыз. Только осыдан ғана. Дәл осылай. Бір ілмек іліп. Енді осылай. Крючокқа жіптіліп, ішкі жағынан іліп, шығарып, крючоктан үшеуінде шығарып, полустолбик тоқимыз. Көріп тұрғандарыңыздай, тек ішінен ғана аламыз, сыртын алмаймыз. Ой, кешірім сұрайым. Мына жерде есіме шығып кетті. Мына жерде бірінші ілмек жасағаннан кейін, бір көз тастап кетеміз. Мынаны тоқымаймыз, одан кейінгіден бастаймыз. Бар ойым ішінен тоқу болғаннан кейін оны ұмытып кетіппін. Осылай шығарып алып, келесіне үшеуін бірге шығарып, тағы тоқып, келесіне шығарып, дәл осылай 12 полустолбик тоқимыз. Біз так 1, 2, 3, 4 тоқып болдық. Енді қарай тоқимыз. 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне 12 полустолбикті ішкі жақ бетінен алып тоқыдық. Енді осы жерде маркерді алып бір көз тастап, міне тұрған жаңа маркер қадалып тұрған столбикке тоқимыз. Сосын мына жерге қайтадан маркер қадаймыз. Мінекей достар, ортада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 қатар тоқыдық, міне. 12 қатар тоқыдық. Мына жерде бос клетті тастап кеткен екі жағынан 14 болады. Сосын және мынаумен 15, аяқтағы біреумен 16 болады. 16-ны осылай тоқимыз. Енді достар, мына жерден бір ілмек тастап, келесі ілмекке жібімізді алып келіп тоқимыз. Мынау сырт жақ бетін, екі жағындағы сырт жақ бетін только бір жағынан ғана аламыз. Міне, осылай іліп, енді мынау тұрған жаңағы бір клетканың ортасындағы жерден полустолбик аламыз. Біреу, одан кейінгісіне ала береміз. Осылай тоқып жалғастыра береміз. Мына жерден тоқимыз. Мен соңына келдім. Енді осы жерде осылай іліп шығарамыз да, мына маркерде тұрған ілмекті іліп, осы төртеуінен бір шығарамыз. Енді біреуін тастап, одан кейінгісіне осылай ілмек жасаймыз. Осылай ілмек жасап, крючокпен бекітеміз, маркермен бекітеміз. Кейін қайтадан осы бетке әкеліп, бір көз тастап, бұдан кейінгі келесі сетка торға алып келіп бекітеміз. Ішкі жағына бекіттім, көрдіңіздер ғой. Енді тоқимыз. Достар, дәл осылай тоқи береміз. Алды төрт бұрышты болып қалды деп ашуларыңыз келтірмей тоқи беріңіздер. Ол соңында келеді, өз орнына әдем болып шығады. Бәрімізде басымыздан өткен. Не төрт бұрышты болып қалды, басы кроссовкаға ұқсамай қалды деп. Бірақ соңында әдем кроссовка шыққан. Сіздер де солай айтпай, ойламай тоқи беріңіздер. Менің алдыңғы кроссовкамның алды 8 қатар екен. Мінекей. Жерден бастап. Так,
міне мына жерден бастап 1 2 3 4 5 5 6 7 мына жерде 8. Маған да дәл солай 8 қатар тоқимын мына жерге дейін. Әркімде әртүрлі шығады. Біреуінде 8, біреуінде 10, 11-ге дейін кетіп қалатындар. Кетіп қалатын размерлер болады. Менде 38 размер, менде 8 қатар болады. Соған дейін тоқып бітіреміз. Мінекей достар, мен мына жерге дейін тоқып болдым. Енді осы жерден жібімізді қиып аламыз. Қиып. Мінекей осы жерден енді күйдіріп. Әрине мына жіпті жасырып кетеміз. Осылай қосып арасына тоқып жібереміз қазір. Енді мына бастан бастап тілін бастап тоқимыз. Ол үшін ілмек іліп, енді осы жерден 3 рет көтереміз. 3 көтеріп, столбик с накидом тоқимыз. Дәл осылай тоқып, мына жерге тоқимыз столбик с накидымен. Кеме соңына келдім. Енді осы жерде маркер қадап, қайттан осылай апарып, бастын ана бірінші тоққан 3 воздушныйдың үшіншісіне іліп алып, тағы 3 воздушный көтеріп, осылай мына жіпті арасына қосып тоқып, столбик с накидымен тоқи береміз. Осылайнан 18, 50, 17 өздеріңіз қалағанша тілі шығып тұрсын десеңіз 17, 18 қып тоқыңыздар. Ал бетпе-бет тұруды қалайым көрінбей тұрсын десеңіз 16 қып тоқсаңыздар болады. Менікі 17 қатар тоқығанмын. Бірінші парында аяқ киім. Енді мен 17 столбик с накидым тоқимын 17 қатар. Менде екінші, енді осыдан бөлек 15 столбик с накидым тоқимын қатар. Сіздерде дәл осылай тілін тоқып алыңыздар. Мен 17 қатар тоқимын, сіздерде сол қатарға дейін тоқып алыңыздар. Мінекей достар, мен тоқып болдым. Общий 17 қатар болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Кейін достар, осыны круговой осылай столбик без накидпен тоқып шығамыз. Ол үшін осылай алып барып, басына осы басынан бастап мынау әр 3 воздушный көтерген жерге 2 столбик без накид тоқимыз. Тоқып шығамыз араларына.
мінекей дәл осылай осыдан осы жерге келгенде көрсетемін, осы жерге дейін тоқып алаймыз. Осы жерге келгенде көрсетемін. Мінекей мен бұрышқа келдім. Енді осы жерде осылай ең соңғысына келгенде алып осылай тоқимыз. Және астан тағы бір тоқып. Okey. Дәл осылай тоқып, соңына дейін тоқып, жіпті қиып алып тастаймыз.